Алланың мойнымызға міндет етіп қойған бұйрығы ол Рамазан. Рамазанда бір адамдар әртүрлі ниетпенен тұтады. Біреу денсаулығым жақсы болса екен деп тұтады. Сөйтіп өзінше бір медициналық тұрғыдан әңгіме айтады. Ораза тұтсаңыз, асқазаныңыздың мына жері ашылады екен, тамырыңыздың мына жері жүреді екен, анандай да болады екен, мынандай да болады екен, міне пәлен деген медик ғалым былай депті, түген деген профессор адам былай депті деп дәлел айтады. Бір адам келіп айтады, жоқ дейді. Ораза дегеніміз ол Алланың парызы дейді. Мойныма салды, амал жоқ, орындаймын дейді. Екінші біреуге айтады, жоқ дейді. Рамазан дегеніміз бұл тек қана денсаулық, тек қана парыз емес. Бұл Рамазан дегеніміз Аллахқа өзімнің махаббатымды дәлелдеу дейді. Осы кеңірек шығар деп ойлаймын.